Атырау мұнай құбыры басқармасы еріктілер штабы қаладағы зейнеткерлер мен мұқтаж отбасыларына, сауықтыру орталықтарына қажетті дәрі-дәрмек жеткізуді қолға алды. Дәрі-дәрмектердің кейбірін еріктілер өздері сатып алады және қайырымдылық қорлары береді. Еріктілер бұл жолы тұрмыстық зорлық-зомбылық көргендерге арналған орталық сұрау бойынша дәрілер жеткізіп берді. Бүгінде орталықта 6 әйел балалармен паналап отыр. Қажетті дәрілер мен витаминдер кейде жетпей жатады. Осыны ескерген еріктілер орталыққа алдымен қол ұшын созды. Сонымен қатар жалғыз басты көмекке зәру қарттарға азық-түлік дәрі-дәрмек апарып берді. Олардың көбі үйлерінен шыға алмайтын егде жастағы адамдар. Қаладағы мүгедек балаларға арналған интернатқа да дәрмектер қажет екенін білген еріктілер қажетіне қарай жеткізіп берді. Еріктілер көмегі мұқтаж жандарға үлкен демеу болды. Олар алда да қайырымдылық көмектерін жалғастыра бермек. Қазірде қиын кезеңде әсіресе үлкен адамдар дәрі-дәрмекке мұқтаж болып жатыр. Бірі үйінен шығылмай, бірі дәріханаларда кезекте тұра алмай жатады. Кейбірінің ақшасы да жетпей жатады. Осы орайда жағдайда ескере отырып, Атырау мұнай құбыры басқармасының еріктілер штабы зейнеткерлер мен мұқтаждарға дәрі-дәрмекпен, азық-түлікпен таратудамыз. Дәрілерді дәрігерлердің жазған рецепті бойынша әкеліп береміз.